Жаман жолда жүрген адамның түзу жолға түсуі қиын. Спортта жүрген шымыр әрі жігерлі жігіттердің басым көпшілігі жас кезінде қақпанға түсіп қылмыстық топтарда болғаны көпшілікке мәлім. Бұл жазбада өлім мен түрменің ортасында тұрып ММА спортының жұлдызы атанған спортшылар жайында айтып береміз. Тита Ортис. UFC даңқ залына енген Тита Ортис әлемдегі ең танымал файтерлердің бірі. Титаның ата-анасы героинге отырған нашақор болған. Бала кезінен қиындық көрген Ортис Калифорния штаты Санта-Ана көшелерінде 5 жасынан бастап арақ ішіп темекі тартқан. Ал 9-ында сол өңірде танымал F-Troop қылмыстық тобының мүшесі болған. Қылмыстық топта басында бұзақылықпен айналысып, үй мен көліктер тонаған. Бәсекелес топтармен айқасып, героин сатқан. Тита Ортистің сөзі: жақын досым полиция қызметкерімен қақтығыс кезінде көз алдымда қайтыс болғанда мен үшін өмірдің мәні өзгерді. Кейін анам мені Хинтингтон бичке көшіріп алып кетті. Сол жерде менің күреске деген құштарлығым пайда болып, UFC-ден бір-ақ шықтым. Роджер Уэрта. Роджер Уэрта қысқа мерзімде UFC промоушенының бетке ұстар жекпе-жек шебері болды. Ұлттық спорт журналының мұқабасынан түспейтін спортшы қылмыстық әлемімен тікелей байланысты болды. Уэртаның ата-анасы 5 жасында ажырасып, бөгденің тәрбиесінде өскен. Нашақор әкесі, өмірге ренжулі шешесі, қанішер асырап алған анасы және кедей әрі сырқаттанған ата-апасы Роджердің өмірін сұмдыққа толы қылған. Уақыт өте келе екі ата-анасы одан бас тартып, 11 жасар Уэрта далада қалады. Сан-Антонио көшелерінде бункер мен үй шатырларын баспана қылып жүрген жас бала тірі қалу үшін бомбалаушылар бандасына кіреді. Бұзақылықпен айналысып, наша сатып, түбі қамауға алынады. Жолы болар жігіттің желі оңынан тұрады демекші, 15 жасында оны ағылшын мұғалімі асырап алып, түрмеден аман сақтайды. Осы кезден бастап оның өмірі өрге домалайды. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмайсыздар. Куб Свонсон. Жартылай жеңіл салмақта UFC жұлдызы Куб Свонсон 3 айында әкесінен айырылған. Ал жұмыссыз жүрген анасы оны асырай алмағандықтан діншіл туыстарына жіберген. Туыстары кенеттен көз жұмып, Свонсон өз анасы Палм Спрингске оралады. Кейін шешесінің тәрбиесіне көнбей, жергілікті бандаға жақын жүреді. Көше төбелестері Свонсонға үйреншікті нәрсе болады. Жаман жолға түскен бала 17 жасында үй тонағаны үшін 2 жылға бас бостандығынан айырылады. Алайда өз қатесін уақытында түсініп, жергілікті қоғамдастыққа ерікті жұмысын атқарып, спортқа көңіл бөле бастайды. Чико Комиу. UFC ардагер Чико Комиу тәңірдің қалауымен ғана тірі қалғанын алға салуда. Ол 6 жыл бойы Миокиде қылмыстық ұйымдасқан латын патшалары тобының мүшесі болған. Мен даладан келдім, біз ақылсыз және жынды болдық. Мен кемінде 30-40 рет өлім аузынан қалдым. Гангстерлер шайқасында Комиу өлтірмек болған қарсыластары оның анасына оқ жаудырған. Ауыр жарақаттан аман қалған анасы Комиуға болған жағдайды айтқаны оның өмірін өзгертті. Комиу қылмыстық өмірден бас тартып, Энтони Петтиспен танысады. Оның спарринг серіктесі болып, Руфу спорт академиясында жаттығады. Ян Маккол. Сол кезде мықты саналған Lords of South Country қылмыстық тобының бұрынғы мүшелері. Макколдың айтуынша, Оранж мекеніндегі банда мүшелерінің басым көпшілігі жағдайы жақсы ерке балалардан құралған болатын. Олар әлсіз адамдарды аңдып, ұрып, наша сатумен айналысқан. Біз барлығын ұрып соққан соң бұзақы атандық. Барлық қыздармен болғымыз келді. Миға сыймайтын боғзаттар жасадық. Сол үшін бізді соттады, деді Маккол. Аталмыш топтың мүшелерін құрықталғанымен Маккол абақтыдан аман қалды. Бұл жағдай оған үлкен спорттың есігін ашты. Егерде UFC туралы арнайы бағыт ашып, көбірек видеолар шығарғанымызды қаласаңыз, ол жайлы сипаттамаға жазып қалдырыңыз. Видеоны достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны аяқтамай тұрып, ең қызықты онлайн ойындардың бірі World of Tanks ойынын ұсынбақшымын. Ойнап көр, өз достарыңды шақыр. Менің сөзім шын екеніне көзіңді жеткізесің. Сілтеме төменде.